есімде, бізді апайымыз жылы шыраймен қарсы алып еді ғой. Бізде онымызбен солымызды таруды, қолымыздан ұстап әріпті жазуды үйреткен. Еркелігімізді көтеріп, бұзықтығымызды кешіп еркелететін еді. Иә, солай, бәрі де есімде. Қайта оралып келіп тұрмыз алдымызға. Өстік міне өзіңіздің арқаңызда. Бастауышта талай сәтті бастан кештім, еске аламын сол кездерді анда-санда. Ендеше шәкірттердің оқуды, жазуды үйренген ұстазымызды шәкірттермен ортаға шақырайық. Сөйле апай ардақты да айлаулы жан, шәкіртіне жылы жүзбен қарайлы. Оқу менен санауды үйреткенсіз өзіңізге басымды еп рахмет етем. Нұрлы үмітін арқалаған арқаға, жан сәулесін тарататын баршаға. Шын бейлі мен құрмет етіп сендердім, бүлдіршіндер шақырамын ортаға. Ал құрметті ұстаздар, ата-аналар келіп отыр. Құрметті, мынау менің бірінші сынып кішкентай ғана кеше ғана мектеп табалдырығын аттаған бүлдіршіндерім. Міне бүгін біз ең алғашқы қолға алған кітабымыз әліппе. Сол әліппені аяқтағалы отырдыңыз. Бір-екі әріптің бәрін танимыз ба балалар? Иә! Танимыз, қосып, буындап, сөйлеп, құрап, мәтін бәрін жақсы оқи алады. Бүгін енді сол ең алғаш қолымызға алған әліппені поштасып, ана тіл деген оқулықпен танысып, соны бастадық. Енді осы әліппеге өзіміздің рахметімізді айтып, әліппені қалай оқыдық, сол оқыған, үйренген, және жазып үйренген, есеп шығардық. Осы уақытқа дейін қаншама сөздер оқиялық, соның бәрін сіздерге көрсетсе, бүгін осы кішкентай бірінші сынып оқушыларының бүгінге шағында болса дайындаған ертеңгілігін тамашалауға рұқсат етіңіздер. Тыңдарыңыздар, оқу білім бастауы, ілім ғылым арқауы, бүлдіршінге тіл ашқан, көкірекке нұр шашқан әліппе тойы басталды. Бала шаққа болашақты жырлатып, шәкірттерге ой түзеген сымбатты, күн нұрындай сәуле қойған көңілге алмасыздар, ұстаздарым сымбатты. Нұрлы үмітін арқалаған арқаға, жан сөйлесін тарататын баршаға, шын пейілмен құрмет етіп сендерді бүлдіршіндер шақырамын ортаға. Үлкенге де сіз, кішіге де сіз, қонақтарды құрметтеп бас еміз. Армысыздар көрермендер, әз жандар, бармысыздар енемен құдық қазандар. Әліппеге рахмет деп шырқайық, ал қанекей енді тойды бастайық. Не үйреніп, не білдік, жырдан шашу шашайық. Олай болса, бәрімізге ең қымбат әліппені ортаға шақырайық. Әй, бала, бірге. Армысындар ата-ана, болашаққа жол бастар әліппе келді ортаға. Берекелерімен құттықтайын бүлдіршін бауырдар. Рахмет. Айтамыз. Рахмет. Осы сендер қандайсыңдар? Талабы биік қолымызды көтерейік бала. Ақылдымыз. Айта ғой, білімді. жақсы. Айта ғой. Талабы биік. Ой, жарайсыңдар. Нұрасыл? Ақылдымыз, сауаттымыз. Тамаша. Жақсы. Осман айта ғой. Үлкендерді сыйлаймыз. Өте жақсы. Толқын? Кішілерді ұнаймыз. Ой, тамаша. Үлкендерді көмектесеміз.
көмектесеміз. Тағы да қандайсыңдар сендер? Аха. Үлкендер сыйлайды. Жақсы, айтылды, жақсы. Кішкентайларға қамқор. Қамқор боламыз. Тағы да кім айта Ерасыл? Иә, қандаймыз біз? Ақылдымыз. Ақылдымыз, сауаттымыз. Тағы да иә, Мәди? Жақсымыз. Жақсы баламыз дейді. Айғаным. Кішкентайларды ұрмаймыз. Ұрмаймыз. Тағы алайда. Жақсы оқимыз. Жақсы оқимыз. Білім аламыз. Білім аламыз дейді. Жазаламыз. Жазаламыз. Тамаша. Жақсы жазамыз. Жақсы жазамыз. Естіңіздер ғой біз қандаймыз, иә? Сондай керемет балаларымыз, иә? Жақсы. Осы сендердің маған арналған тақпақтар. Бәріміз бірге қосылып, біз қазақ елінің болашағымыз. өте жақсы. Осы сендердің маған арналған тақпақтарың бар ма? Иә. Енді әліпбиге арналған тақпақтарымызды айтайық. Ерасыл ортаға шыға ғой. Көрбейсің Ерасыл. Ортаға шыңдар. Бар білімнен басталын, әліпбиден басталдым. Үйренген оқыдым, қолсынып, балғын жастарым. Тамаша. Осман. Бірінші беттен елімнің ел таңбасын таныдым. Көк байрақты қазақтың ұрпағымын сәнімнің. Алихан. Неге қараймыз, ата? Енді біз жаңа білеміз, әріпті қосып әріпке риза болсаған жүреміз, сүйікті біздің әліппе. Ерасыл. Оңғарды Ерасыл. Достық әрбір беттен жазуын да ұғамын. Ақыл берген әліппе, ақылын сен мұғалім. Тамаша. Нұрасыл. Әліппемен қоштасып шаламыз, енді қолға ана тілін аламыз. Ата-ана қуанышқа ортақ бол, сауатты болып шықты міне балаңыз. Тамаша. Мұрат Нұрали. Сен Нұрали. Ізгілік тойға тоқайды шәкірт болып, үздік оқитын әліппе аты кемемен кесек оқитын. Жақсы. Шаяхмет Нұрали деген көп фамилиясымен айтпасақ. Таныс уақы екі әппе, құспыл менің қасиетті әппе. Сенің аға ол кезде санатты адам санамына келемін. Жақсы. Мади. Әліппе менің әліппем. Сені көңілі алдымен есігін аштық мектепті, ертеңгі сәуре жарықпен. Тамаша. Нұрғиса. Әліппе білім. Тамаша. Айдан. Оқытып өндіп, айыппенің ақысы, қош бол айыппен, кей сүйваған ең жақсы. Жақсы. Нұрбол. Мектепке алғаш келгенде білмеуші еді кәріпте оқымыз қазірге, текте үйренген оны әліппе. Тамаша. Рабия. Әліппе менің әліппем, өзімді келем танып мен қайталап айтам мұңырет, өзіңе көп рахмет. Әліппе деген алтын жол ағары, сені алысқа жеңіл емес ауыр жол, қисып бақ намысқа. Тамаша. Өте жақсы. Айхан. Ата, апа, айтынсың, бізге үйреттің әліппе, бізге нағыз жақынсың, сенен біздік әріпті. Тамаша. Аман. Ең жаза білеміз, әріпті риза өтеміз, бізге сүйік әріпті. Жақсы. Әліппе сауатымен санамдашын, достармен тeye сарасып, үйреніп әттен мен сені Алла қалай қараймыз. Жақсы. Ат сөйлемейміз. Ұят болады қарап, қонақтар отыр қаншама. Жарайсыңдар, әліппе көрдің ба, саған көп тегіз тақпақ айтып бала. Енді шараларынан әліппе қорын тамашалайды. Ал, біз отырамыз бала. Bye.
айтпағанымыз ұнады ма? Ал балалар, енді екіге бөлінеміз. Орныңызға отырамыз. Отыра қаламыз. Кішкене жылжы. Бәрін сиямыз бар. Ал балалар, мен сендерге бір ертегі айтайыншы. Жақсылап қане тыңдаймыз, денемізді тік ұстаймыз. Ертеде ешкі жүні бөртеде орманда екі үй болыпты. Біреуі көк, біреуі қызыл болыпты. Көк үйде дауыссыз дыбыстар, ал қызыл үйде дауысты дыбыстар тұрыпты. Олардың атасы әліпби болыпты. Осы екі үйдің қызыл үйшіктегі әріптері дауыс шығарып, көңілді тұрып, әндетіп, сөйтіп тұрады екен. Ал көк үйдегі әріптер үнсіз өмір сүріпті. Мұны көрген әліпби, мен осы екі үйдегі әріптерді араластырсам, не болар екен деп ойлапты. Сөйтсе ғажап бір жайға куә болыпты. Әріптері сөйлей жөнеліпті. Осылайша әріптерден не құралады? Әріптерден не құралады? Сөздерден. Сөйлемдерден мәтін құралған екен. Енді мен сендерге осы әліппені сендер қалай оқыдыңдар, соған байланысты бір сұрақтарым бар. Сол сұраққа жауап берсеңдер болды. Дайынсыз ба? Дайынсыз ба? Балалар, мына жерде үлкен доп көрдік пе? Осы жердің добы қай бетті, қай оқушыға түседі, сол сұраққа жауап береміз. Дайынсыз ба? Ал қане, қай жерден бастайын? Қай жақта бет бастап лақтыра салайын. Ұста. Қайсы түсті? Ал оқимыз. А әрпінен басталатын сөздерді айт. Ақтырау. А әрпінен қағана тыш. А дыбысынан басталатын сөздерді айтшықшы. Ал. Тез, адам басылатын сөздерді айтамыз. Тез. Тыш өз айтам. Ол жылда. Адам басылатын қандай сөздер бар? Ол? Тағы да. А. Қане, көмектесейші балалар. Кішкене қаламыңды ақтап, Алихан білмей қалды. Так, мына қатарға лақтырайын, дайынсыз ба? Ал, бейт байландырып жібереді. Ал. Так, бұлай сұраймыз. Сөз неден құралады? Сөз неден құралады? Жоқ, сөз. Тыныш отыра алмаймыз, иә? Әріптен дыбыстан құралады. Толқын сен жоқ, толқын бұл өзі кішкене ауырып тұр солай. Так, бейт айландырамыз. Ал, сен сұрай. Не дейді? Дыбыс деген не, әріп деген не? Дыбыс. Дыбыс дегеніміз не? Кәне балар? Я, айта ғой, дыбыс дегеніміз не? Қалай айтылады дыбыстар? Әріп деген екеуінің айырмашылығы бар балалар. Кәне, дыбыс пен әріптің екеуінің айырмашылығы бар. Көмектесейші кәне балар, көмектесеміз. Дыбыс. Дыбыс сөзден құралады. Жоқ, дыбыс қалай айтылады? Сөйлемнен. Жоқ, дыбыс қалай айтылады? Дыбысты не істейміз біз? Сосын сөйлейміз. Жақсы, ал әріпті не істейміз біз? Жазамыз, көреміз. Так, мына жақта тіке лақтырайық. Ал, әріп қош. Қай сөз? Екі дыбыстан тұратын әріптерді анда. Екі дыбыстан қандай әріптер тұрады? Қандай дыбыстар екі әріптер тұрады? Я? Ю. Сосын ю тағы? Я. Сосын үшіншісі? Ой, айтып қой, йо деді, жақсы отыра қой. Өздеріңе қойған өздерің жауап берді тұрсыңдар. Ал. Дауысты дыбыстар нешеге бөлінеді? Дауысты дыбыстар нешеге бөлінеді?
Қандай? Айтып жіберші. Жуан жіңішке. Тамаша. Бұл сияқты жылдап жауап беру керек па? Так, ал. Бұл сұрақ айтылды. Мына сұрақты айтамын. Дауыссыз дыбыстар деп қандай дыбыстарды айтамыз? Дауыссыз дыбыстар. Дауыссыз дыбыстар қандай дыбыстар? Әндетуге. Жоқ, дұрыс қойды. Дауыссыз дыбыстар атап шықшы кәдік тез. В, Г, В, Осылар қалай айтылады? Әндетілмейді. Әндетілмейді. Тілге. Не болады? Тілге. Кедергі? Кедергі болады. Білгендеріңіз ұмытқалы тұрмыз ғой бала. Тағы бір сұрақ қояр, мына жақтағы балалар. Қайсына бір? Қайсы? Ой, сұрақ бар бұда. Не ма? Ал айта ғой. У дыбысы қандай дыбыс? У дыбысы дауысты. Және? Дауыссыз. Дауыссыз. Отырың, тамаша. Жақсы балалар, өте жақсы. Балалар, бәріміз 42 әріпті білеміз, сұрақтарға жауап бергенше бәріміз жауап береміз. Енді балалар, біз осы келген қонақтарға алфавитті үйрендік. Онда жүйе қалып бар. Біздің қазақ тілінде қанша әріп бар? 42. Енді әріптер шеруін ортаға шақырамыз. Әріптер шеруі. Бірінші бізде А. А деген ақ тілекті батырмақыл жеткізді арзандай бір ботам. Жақсы, бұл жерде тұрамыз. Ә деген мәлі, әнім менің, әз деген әзі, әзі деген мәлі, әз деген әзі бала. Бір қаратып тұрсашы, ол сүйіп тұрау. О дегенім білім. О дегенім білім. Жалқын аспен саған бара елімсің. Бір дыбысы шығарсы кез. Қолдар Деген мақсал, кісі тұрған жоза, келіп қашы қоз, айтқанмен тез басқан. Гір дыбысы. Гір деген қызым, гүлдің есені, гүлден бергесінің, күлім деген О деген қарыш, ұза деген ауыз, ұза біздің. Қасым біздің деген. Дауыстарын шығарып айтамыз. Д дыбысы. Алихан. Кішкене сөзі көп. Жақсы. Ем. Әріптерімізді аламыз. Дегенім есеп, қанша бала екен, екі ешкім есеп. Дыбысынан кейін Ж. Бір қалып ұстаймыз, Димаш әріптерді бір қалып ұстаймыз. Ж дегенім жолында, жақалақта болған жасықтан сөйледі, қарам солға болса. Тамаша. З. Дегенім жебір, тұялы оның шебір шешімде жүрмейді, оған шебір. Тамаша. И. Нұрай. Идеге күз айтал тұрады. И дегенім ине кіріп кете түнде қадайды ғой әже, ине бейе түнде. К дыбысы. К дыбысы. К. К дыбысына. К дегенім кітап, көп ұшылғанда, күшті болса қане кітаптан тез кітап. Жақсы. Қ дыбысы. Қ. Кім Қ? Ол ұйықтамай
Маша, ну? Димаш. Жақсы, оның балды. Bu degeni ondan jandarmga to'g'ri semiz yigitlar ona kelib olgan. Tardırısı, tez. Tayım tabağım, annem tabakta bu. Sen de okursan sabah. Odan keyin sh. Tamam. Жақсы, шыдай кел. Дегені фаю, почтамыз сыймаю, ауыздан хат келсе, сізден жаппаю. Хат. Я дегенім аяз, мал тоңады ояз. Аяз қыстан келсе, суқадан саяз. Ал балалар, әкімдерді айландырмай түсіп тұрамыз, әлден сөйтке түсіріп алсаңыздар. Ал, Biz көп нәрсені кітап оқуды, жазуды, сурет салуды, ән жаттауды, мәнерлеп оқуды үйрендік. Осы үшін ұстазыма көп рахмет. Етелі әңгіме. Өз бетіммен оқитын болдым. Осы үшін ұстазыма көп рахмет. Сөйлет. Сөйлет
аңыз зерттеген жердің бәрін миға қойудың санамызға келетін бара салысыйғыздың ұзақтық білім сұрағын рахмет саған мұғалім. Жақсы, рахмет, елінде бірге. Жақсы бол. Нашым ауырмаңыз, денсаулығыңыз жақсы болсын. Әрқашан қасымызда жүріңіз. Біз сіздің мақтасыңызды ақтаймыз. Тамаша. Өте жақсы. Ерасып келе ғой. Бір ауыз сөзбен айтыңдар. Өздері айтыңдар. Димаш. Сізді жақсы көремін. Жақсы көрем деген сөздің өзі. Неге? Келе ғой, бір айып. Денсаулығыңыз жақсы болсын. Сауданса жүрің. Денсаулығыңыз жақсы болсын. Жақсы. Келе ғой, айқат. Ама ауырмаңыз, денсаулығыңыз жақсы болсын. Мен өте сәлемге Юбкаларын кие салды. Жақсы. Балалар тыңдаймыз, қолыңыздан ұстаймыз. Нашым ауырмаңыз, денсаулығыңыз жақсы болсын. Ауырмай жүріңіз. Анашым ауырмаңыз, денсаулығыңыз болсын. Алдыңызда жүре беріңіз. Жақсы. Шабыт. Мен шуғананы Ой, тамаша. Жақсы. Атымыз айта ғой. Жақсы, көремін. Жақсы. Ал сөзді алып сендерді. Al sürü. Ал сөзге түсіріп алып жүреміз. Жұмыстай былай.
қадірлеуден үйрететін кітап ана тілін ортаға шақырайық. Енді сендердің жаңа достарың ана тілі оқулығы болады. Өміршіңдер, сендер мені жақсы егеріпсіңдер. Енді міне қоштасатын да уақыт келіп жетті. Қыш алмасын беттеріңді. Көп рахмет сендерге. Оқулық кітаптарың таза болсын. Сау болыңдар. Қош, сау бол, әліпбиіміз бәріміз бірге. Сәлеметсіздер ме балалар? Туған елдің тілімен, ақылымен танылып, түсіндірер бәріне ана тілі пәнінің. Ана тілін арым болып, ұялы болып үйретте. Өзге тілдің бәрін біл, өз тілінде құрметте. Балалар, мен сендердің келешекте сауатты азамат болатындарына сенемін. Енді бұрынғыдан да көп оқитын боласыңдар. Мен сендерге көп қызықты ертегілер, әңгімелер арнаймын. Тек мені таза ұстап, ынта қойып оқыңдар. Менің бір ерекшелігім қазақ тілін менімен қатар оқитын боласыңдар. Балалар, мен сендерге бір тапсырма алып келдім. Сендер әрі деген сөз сөйлеп, мәтін оқыдыңыз, ал есеп шығаруды білесіңдер ме? Ал тексерейік. Ал құрметті қонақтар, олар енді оқи алады, бәрін енді есеп шығаруды біле ме екен? Қолымызға не киеміз? Қолғап киеміз. Енді балалар, мына жерде қолғаптың есебі тұр. Енді осының несін табуымыз керек? Екінші сыңары табуымыз керек. Ол мына бетінде тұр. Көрдіңдер ме? Яғни есептің мәнін дұрыс шығарсаңда, тура осы түсте қолғаптың екінші сыңары шығады. Дайынсыз ба? Ал кім жүйрік математикаға келген? Мен! Тоқтайды, бәрін шығарайық. Ал, Нұрболдан бастайық. Айт, көрсет, не деп тұр? 20 азайту 10. Тосын шығарып әтсек? Азайту 10. Неше болады? 10. Тап тез сыңар, бар ма? Сыңар дұрыс келді ме? Дұрыс келді. Өте жақсы. Апайдан арғай басқа. Дұрыс па, дұрыс емес пе? Сен қателін тексереді. Ары қарай. Кім қатты сөйлесе, сол оқушын шығарды. Жылда? Қанша? Айт тез. 3 қосу 2. 5. Кәне? Дұрыс келді ме? Дұрыс келді. Апайлардың алдын апара қой. Тағы да. Кел Айхан. Кім шуламай отырып, сол оқушын сұрайды. Қанша? Айт. 9 азайту 3 тең 6. Мен балаларым көрдіңіздер ғой, математика өте жүйрік. Тез шығарыпсыздар. Қыздардан шығайын, өз айландырған 5 қызымыз бар қазір. Жылда. Бұл кез біреу тапсырады. 70 азайту 10. Неше болады? Неше болады? Мәні қаншаға тең болады? Мәні 70-ін 10-да азайтсақ неше болады? Айтсай, дауыстап. Қанша болады? 6. 6 біз 6. Бір интернет санап жатырмыз. Тезде. Мына қатардан Айхан келе ғой. Апай, сосын 9. Жақсы. Бұл тез біреуін алып қатар біреуін ал. Үйді қарап тұрма. Кез келген біреуін айт. 70 азайту 40 дейді. Шығар? 70 азайту 40 өзі шығарады. Қанша болады? 30 болады. Тамаша. Кәне тап. Міне? Міне шығарды. Апайлар апат бер. Толын бер апай. Қазір сарымыз шығарып алайық. Ал. 40 тамаша. Бірден шығарып мені толғын жарайсың ма? Келші осы Алихан келе ғой. Ал, қанша? 20. Қанша? 50 болады. Ой, тамаша. Міне. Апай, мен. Келе ғой, біраз бағада қол көтеріп. Келе ғой. Кесті. 90 қосу 10 тең 100. Кәне? Тамаша. Енді тағы бір екі оқышы шығар, не болады? Ал, тез. Қанша болады? 30 азайту 10 неше? 20. Болды, жақсы. Енді бір оқышы, балалар. Таман есеп сосын шығарамыз жарай ма? Молодец, өте жақсы, тамаша. Тағы бір оқышы шығар.
20 қосу 20, 40 болады дұрыс. Мәдеке. Иә? Бұл жолдан біреуін алып қандай? Қанша? 6 қосу 7. Неше болады? Неше? 8. Бар 8 дұрыс. Балалар жарайсыңдар. Ұстаздар көрдіңіздер ғой? Математикаға жүйрікпіз бе? Жүйрікпіз өте жақсы. Қуанышымызға ортақтасып, біз қайта прямой видеомен де жіберіп отырмыз, иә? Енді осы мына жерде қатысып отырған енді үлкен кісі апамыз келіп отыр, және қонақтар келіп отыр. Сендер бағана көп тапсырма орындаңдар, иә балалар? Есеп шығарды, сұраққа жауап беріңдер, билеңдер. Енді мына кісілерге де бір тапсырма бергім келіп отыр. Маған жаңа әріптерді. Сіздерге әріптер берем. Сол әріптерден сұрақ қояды. Осы әріптер басталатын сұраққа жауап айтуларыңыз керек. Мен де сұрақ қоямын. Ал сіздерде балаларыңыз бірінші сынып оқыды, иә? Оқымаса енді барады. Өйстіп әліпбимен қоштасты. Міне балаларымыз қоштасты. Енді сіздерге осы алдарыңызға әріптеріңізге байланысты мынандай сұрақ. Балаларыңыздың аты кім? Жанат. Кім? Қаламқас. Қаламқас. Арман. Толқын. Тамаша, өте жақсы. Келесі сұрақ. Балаларыңыздың досы кім? Жанна. Қыздар. Қыздар, жарайды. Алдияр. Айжан. Жоқ, ана тыңнан басталады сіздікі. Шатаспаймыз. Толқын. Толқынның досы? Томирис, тамаша. Балаларыңыз қандай? Жақсы. Жақсы. Қағылез. Ақылды. Тамаша. Так, балаларыңыз қандай тамақты жақсы көреді? Жент жақсы көреді. Қуырдақ. Алма. Талқан. Балаларыңыз бос уақытында немен айналысады? Же ойнайды. Құрастырғышпен. Бұйырса келешекте? Иә? Автобус болмайды. Жақсы. Қақпақ жаттайды. Қайда қол соғамыз балалар? Енді қонақтар сұрақтарға жауап береді. Біздің сыйлығымыз сіздерге жалған. Енді біздің соңғы қорымыз, бала орнымыздан тұрамыз, қонақтарға арналған, бәрімізге бір-бірімізге арналған соңғы қорымызды орындадық, денемізді тік ұстаймыз, әсем айтады даламыз. I
атаңа толқынның апасы келіп отыр, сол кісіге бір ауыз сөз жылы лебізін айтып жіберсеңіз, апай. Оған жайып өз жүректен шыққан жылы лебізін айтыңыз. Апалар тыңдай, апаның сөзін тыңдаймыз. Кішкентай балапандарым бүгін әліппемен қоштасып отырсыңдар. Енді ана тіл оқып, апайларыңды тыңдап, сабақтарыңды 4-5 оқуларға тілектеспін. Әр үйдің кенжесі, үлкені, бәрі ерке. Соның бәріне төзіп жүрген міне апайларға көп рахмет айтамыз, иә? Рахмет сізге. Рахмет, қол соғайық. Балалардың білімі құтты болсын, денсаулығы ауырмайтын құтты болсын, білімдерін әрі қарай дамытатын, ерінбейтін еңбекқор күшті болсын. Деп келесі кезекті осы жерде тәрбиесі жөніндегі біздің завучымыз сендердің тәрбиелер не қарайды, камерадан қарап отырады, жүгірді ма, жүгірмеді ма, тәртіпті болды ма, тәртіпсіз болды ма, осы кісі бақылап отырады. Бір ауыз өзінің жылы лебізін сендерге арнаса. Назым апайға сөйлейді, алла тыңдайсыз Назым апайды. Ал, оқушылар, қайырлы күн. Бүгін әліппемен қоштасып жатсыңдар, сендерге жарқын болашақ тілеймін. Жолдарың ашық болсын. Сәуле қоғамына рахмет. Бүгін өте жоғары деңгейде өткізіп жатыр. Барлықтарың бақытты балалық шақ тілеймін. Жақсы оқып, үлкен бір азаматша азамат болыңдар, елімізге елеулі. Рахмет. Келесі сөз сөйлеседі. Сізге берейік, осы ақсасы, қатысы бізге бірінші келді. Иә, балалар? Осы сендердің қалай өткізеді, соны көрейінші деп, өзінің жылы лебізін білдірсін, қазір? Еле апайымыз, аха. Ал тыңдаймыз, балалар. Балалар тыңдаймыз. Балалар, рахмет сіздерге. Сәуле Құлғанова рахмет. Биіктен көріңдер, жақсы оқыңдар, жарай ма? Бәріміз біз сіздерге не болайық? Денсаулықтарың мықты болсын. Бәрі жақсы болсын. Рахмет сіздерге. Сізге сөз кезегі береміз. Мына жерде балалар, ата-аналардың атынан бәрі балаға дайындаған тәттілеріміз бар. Фамилиясымен жазған. Және менің атымнан сендерге арналған дипломым бар. Соны табыстауға көмектессеңіз. Дайындалып отырамыз балалар. Топ етіп. Түскен показ. Бәріміз тыныш отырайық, балалар. Бағанан бері керемет өнер көрсеттіңдер, иә? Рахмет сендерге. Апайларға рахмет. Болашақта өте білімді, жақсы оқитын оқушылар болыңдар. Жарай ма? Ал құрметті Мұхитов Мади, сені бар ғылымның бастауы әліппені табысты аяқтауымен құттықтаймыз. Мади, келем. Осылай бәріміз тұрып кетеміз, е? Вот, келесі. Файз Рахман Толқын. Жұмағыз Есен. Оңғарбай Ерасыл. Келем. Тұрғынбек Нұрасыл. Шаяхмет Нұрали. Келем. Бұлай қандай Димаш отырамыз. Димаш.
Болды.